Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гаухар. Бүгін біз жұмыртқасыз осындай өте дәмді, ең бастысы қамыры жұмсақ болып шығатын балмұздақ деп аталатын печеньеларды жасаймыз. Алдымен бізге май керек. Май менде 72%, яғни бөлме температурасында болу керек. Одан кейін бір банка кез келген сгущенканы қосамыз. Бұл жерде менде 3 желание сгущенкасы. Сгущенканың дәмі тәтті болғаны жақсы. Өйткені сіздің печеньеларыңыздан да сондай сгущенканың дәмі шығып тұратын болады. Осылай енді жақсылатып, барлығын араластырып аламыз. Видеоның описание бөлімінде барлық құрамдары жазулы тұр. Келесі кезекте ұнды саламыз. Ұнның барлығын салмаймыз, бірінші жартысын ғана саламыз. Одан кейін жарты шай қасық қопсытқыштан қосамыз. Қопсытқышты қыздар қоспауға да болады, өз еркіңізде. Одан кейін қасықтың көмегімен осылай барлығын араластырып аламыз. Қалған ұнымызды да салып, енді жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қыздар, сонымен қатар менің каналымда әртүрлі жасалу жолы оңай рецепттерді таба аласыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Мінекей бізде осындай қамыры жұмсақ, эластичный тесто пайда болады. 180 градуста пешімізді қыздырып бастаймыз. Осылай дөңгелекті формаларымызды жасап, бір 20-25 минутта печеньеларымыз дайын болады. Бетін қатты қызартудың қажеті жоқ, тек асты ғана піссе болғаны, печеньеларымыз дайын деген сөз. Енді дайын болған печеньеларды әртүрлі етіп әсемдеуге болады. Мен осындай бетіне шоколадты құйып, осындай узорларды жасадым. Ақ шоколадтың да жасасаңыздар болады, әдемі болып көрінетін болады. Мінекей достар, жасалуына небәрі 10 минут уақытымыз кетті. Балмұздақ печеньеларымыз дайын. Жасап көріңіздер, ас болсын.